Димаш Құдайберген немесе Құдайбергенов. Бұл есім феноменалды вокалдық және музыкалық деректерінің арқасында бүкіл әлемге танымал. 20-ның басында ол көп нәрсеге қол жеткізді. Бірақ Димаштың табысқа жету жолы қандай болды? Мен қазір айтып беремін. Ал кеттік. Димаш Қазақстанның батысындағы Ақтөбе қаласында 1994 жылы 24 мамырда қазақтың танымал әншілері Қанат пен Светлана Айтбаевтардың отбасында дүниеге келді. Екі ата-ана да Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері болды. Димаш Құдайберген бір қарағанда бүркеншік ат емес. Әншінің шын аты Құдайберген Дінмұхамед Қанатұлы. Қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрі бойынша тегі әкесінің атының құрметіне қойылған. Ал Димаш бұл Дінмұхамедтен шыққан туынды. Баланы жастайынан туыстары мен достарының бәрі шақыратын аты Димаш болды. Құдайбергенов фамилиясының жазылуы да бар. Мысалы, әншінің инстаграмында бұл кеңес одағы кезіндегі оф-е жалғауларын қосу әдетке айналғанымен байланысты. Енді қазақтар осынан бірте-бірте алыстап барады. Демек, Құдайбергенов Димаштың орысшаланған бейресми фамилиясы. Айтпақшы, Димаштың атасы Құдайберген Айтбаев, күйші. Ол домбыра тартады, ал әжесі география мен биология пәнінің мұғалімі болғанымен жас кезінде ән де айтты. Жалпы, Димаш өте музыкалық және артықшылықты отбасында дүниеге келген. Музыка оның қанында бар. Димаш отбасында жалғыз бала емес. Оның сіңілісі Раушан 2001 жылғы. Ал інісі Әбілмансұр 2007 жылы дүниеге келген. Ата-анасы концерттерде жиі өнер көрсеткендіктен ата-әжесі баламен бірге отырды. Бірақ үйде емес, бәрі бір концертте, кейде аудиторияда, кейде сахнаның артында болды. Кішкентай кезінен музыкаға әуес болған Димаш 2 жасында жергілікті театр қойылымында шағын рөлді сомдаған орындаушы ретінде сахнадағы дебютін жасады. Дінмұхамед үйінде де музыка мен музыкалық аспаптарға үлкен қызығушылық танытты. Оның сүйікті ойыншықтары кассеталар мен микрофондар болды. Ол тіпті барлық балалар сияқты жануарлар мен қарапайым пейзаждарға емес, дыбыс жазу студиясы мен қолында микрофонмен тұрған сахнаны салған. Ол ғарышкер немесе өрт сөндіруші болуды армандаған емес. Ерте жаста ата-аналар баланың қай бағытта дамыту керектігін түсінді. Өйткені баланың абсолютті қадамы бар. Димаш 5 жасында Ақтөбе музыкалық колледжінің балалар студиясында фортепиано мен вокалдан сабақ ала бастады. Оны онда әжесі ертіп әкелді. Соңғы бір жылда Димаш республикалық айналайын байқауында фортепиано номинациясы бойынша бірінші орынды жеңіп алды. Балаға хат пен 1000 теңге берілді. Ол оларды әжесіне тезірек бергісі келді. Өйткені бұл олардың ортақ жеңісі болды. Содан бері Димаш түрлі облысаралық және республикалық байқауларда жиі жүлделі орындарға ие болды. Бала пианинода ойнаумен қатар атасы Құдайберген шеберлікпен меңгерген домбыра тартуды да үйренді. Қазір Димаш мультиинструменталист, ол фортепиано, домбыра, барабан, гитара және ксилофонда ойнайды. Мүмкін бұл толық тізім емес, бірақ бұл да аз емес. Дінмұхамед мектепте жақсы оқыды. Ұстаздары оның табандылығын атап өтті. Қазақ ақын жазушыларының шығармаларын зерттеп, өлеңдерін күйге түсіріп, орындап, өзі аранжировка жасаған. Димаш музыка мен ән айтудан бөлек жүзу және таэквондомен айналысқан. Осының бәрі жігіттің қалыптасуына оң әсер етті. Жүзудің арқасында ол әндерді күрделі орындау кезінде ұзақ уақыт бойы тынысын ұстайды. Ал таэквондо қазір хореографияда көрінетін пластикаға ықпал етті. Димаштың өзі музыкамен және спортпен шұғылданатын қарапайым бала болған. Бос уақытында достармен араласып, аулада футбол ойнайтынын айтады. Неғұрлым маңызды жарыстар жігіт үшін 14 жасында басталды. 2010-2013 жылдар аралығында колледжде оқып жүрген жылдары ТМД елдерінде өткен 4 байқауда жеңімпаз атанды. 2010 жылы Қазақстанда Байқоңыр үні, 2012 жылы Жас қанат, барлығы бір Қазақстанда, содан кейін сол жылы Украинада Шығыс базары, 2013 жылы Қырғызстанда өткен Making Asia байқауында жеңімпаз атанды. Сондай-ақ 2013 жылы жігіт өзінің болашақ 2 хитіне, әкесінің өлеңіне, Көркемім және Орал Байсеңгірдің ұмытылмас күн әніне музыка жазды. Сондай-ақ 3 бейнебаян түсірді. Екеуі Көркемім әніне және біреуі Дайдидау әніне. Димаш 2014 жылы Ақтөбе музыкалық колледжін бітірді. Ахмет Жұбанов және Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетінің музыка факультетінің эстрадалық өнер кафедрасының оқуын бастады.
Ағымдағы жылдың желтоқсан айында жігітке Қазақстан Республикасы үкіметінің дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты атағы берілді. Бірінші үлкен жетістік Беларусьте жыл сайын Витебск қаласында өтетін Славянский базар халықаралық эстрадалық ән орындаушылар байқауындағы жеңіс болды. Димаш бұл байқауда жеңіске жетуді көптен бері армандаған болады. Нәтижесінде мүмкін болатын 180 ұпайдан 175 ұпай жинап, гран-приді жеңіп алды. Славян базарында жеңіске жеткеннен кейін Димаш көрнекті тұлғаға айналды, және ол әр түрлі елдердегі түрлі концерттер мен көрмелерге шақырылды. 2016 жылдың басында 1 қаңтарда әнші өзінің алғашқы шағын альбомын, сондай-ақ тағы да Қарлы боран әнінің қазақша нұсқасына түсірілген бейнеклипін шығарды. 2016 жылдың соңында Димаш I Am Singer 2017 вокалдық байқауының 5 маусымына қатысу үшін Қытайға барып, 2 орынды иеленді. Осы сәттен бастап жас суретшінің өмірінде жаңа тарау басталды. Димаш бүкіл қытайлықтардың ғана емес, бүкіл Азия құрлығын жаулап алды. Содан кейін оның танымалдылығы бүкіл әлемге тарай бастады.